Сәлем, сіздермен 99 каналы. Бүгінгі тақырып Харди-Вайнбергтің генетикалық тепе-теңдік заңы. Популяциялық генетика популяциялар құрамының генетикасымен айналысады. Ал популяция дегеніміз не? Бұл белгілі бір аумақта ұзақ уақыт тіршілік еткен және сол түрдің басқа топтарынан салыстырмалы түрде оқшауланған бір түрдің еркін шағылысатын дараларының жиынтығы. Популяцияның маңызды белгісі бұл салыстырмалы түрде еркін шағылысу болып табылады. Егер еркін шағылысуға кедергі келтіретін қандай да бір оқшаулану кедергілері болатын болса, онда жаңа популяциялар пайда болады. Популяцияның генетикалық қасиеттерін сипаттау үшін осы популяцияда кездесетін гендердің жиынтығын білдіретін генофонд ұғымы енгізілген. Генофондтан басқа геннің кездесу жиілігі мен аллельдердің кездесу жиілігі де маңызды болып келеді. Белгілі бір жағдайда популяция генетикалық тепе-теңдік жағдайында болады, яғни оның тепе-теңдік қоры ұрпақтан ұрпаққа өзгермей беріледі. Бұл тепе-теңдік принципі немесе Харди-Вайнберг заңы деп аталады. Идеалды мінсіз популяцияда гендердің жиілігінің гомозиготалар мен гетерозиготалардың тұрақтылығы байқалады және ол бірқатар ұрпақтарда өзгермейді. Мінсіз популяция мынадай белгілермен сипатталады. Даралардың саны айтарлықтай көп болады, олар еркін шағылыса алады, мутация жүрмейді, көшіп популяциялар миграцияланбайды, табиғи сұрыпталу болмайды. Харди-Вайнбергтің заңы гендер мен генотиптердің жиілігін анықтауға мүмкіндік береді. Доминантты үлкен А геннің жиілігі әдетте П әрпімен, ал рецессивті кішкентай А геннің жиілігі Q әрпімен белгіленеді. Харди-Вайнбергтің формуласы бойынша табиғи популяциялардағы гендердің жиілігін анықтауға болады. Мысалы, жойылып бара жатқан түрлердің қалпына келтіру немесе жаңа сұрыптар мен тұқымдарды алу кезінде өсімдіктер мен жануарлардың популяцияларындағы пайдалы және зиянды мутациялардың жиілігін есептеуге мүмкіндік береді. Харди-Вайнберг заңы. Бұл әсер етуші факторлар болмаған жағдайда популяциядағы доминантты гомозиготалар, гетерозиготалар және рецессивті гомозиготалардың үлесі бірге тең, және олар бірқатар ұрпақта өзгеріссіз болады. Бұл заң тек жасанды, идеалды популяцияларға жарамды болып келеді. Харди-Вайнберг заңының орындалу шарттары бар. Бұларға бірінші популяциядағы кездейсоқ шағылысу жатады. Бұл маңызды шарт популяция құрамына кіретін барлық даралар арасында бірдей шағылысу мүмкіндігін білдіреді. Және Харди-Вайнберг заңының бұзылуының тағы бір себебі бұл некенің ассоциативтілігі, яғни ол неке серіктесін таңдаудың кездейсоқ еместігіне байланысты. Мутация болмау керек, миграция болмау қажет, және де табиғи сұрыпталу жүрмеу керек. Сонымен қатар популяцияның көлемі үлкен болуы тиіс. Әйтпесе басқа шарттарды сақтаған жағдайда да геннің жиілігінің кездейсоқ ауытқулары байқалатын болады. Бұл ереже айтып өткенімдей тек табиғи жағдайларда белгілі бір дәрежелерде бұзылады. Алайда жалпы олардың әсері күшті емес және адам популяцияларында Харди-Вайнберг заңының арақатынасы әдетте орындалып отырады. Сіздермен болған 99 каналы. Егер видео ұнаған болса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы!